Сәлем достар, бүгін сіздерге қамырды дұрыс илеуге, дұрыс жаю құпиясымен бөлісетін боламын. Қамырыңыз дөп дөңгелек, теп-тегіс әрі жыртылмай осындай әп-әдемі сап-сары болып шығады. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Бұл қамырдан барлық тағам түрін жасауға болады. Ең алдымен 50-55 граммдай шығатын үлкенірек бір жұмыртқаны жарып саласыздар. Содан соң үстіне 150 граммдай салқын краннан алынған суды құясыздар. Бір шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырасыздар. Енді електен өткізілген ұнды салып, қаттылау етіп қамырды илейсіздер. 400-450 грамм шамасында ұнды салып илейсіздер. Қамыр міндетті түрде қаттылау болу керек. Сол кезде қамырларыңыз езілмей, жыртылмай, әдемі болып, дана-дана болып піседі. Манты істесеңіздер болады, бешбармақ жасасаңыздар да болады. Қаттылау қамыр болады. Содан соң бетін жауып 5 минутқа қалдырасыздар. 5 минут өткеннен кейін тағы да бір рет қолыңызбен басып қоясыздар. Қамырларыңыз осындай июі қанып, әдемі гладкий, жұмсақ қамыр болып шығады. Өте жұмсақ болмайды, бірақ кішкене жұмсақтау қамыр болып шығады. Тағы да бетін жауып 5-10 минутқа қалдырасыздар. 5 минут өткеннен кейін үстелдің үстіне аздап ұн сеуіп, қамырдың үстіне де ұн сеуіп, жұдырықтың басында көмегімен жайып шығасыздар. Сол кезде кішкене қамыр көлемі үлкейеді. Тура видеодағыдай осылай формасын жасап жайып аласыздар. Енді оқтаудың көмегімен жаясыздар. Үлкен болғанша дейін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 бұрышты етіп бірінші осындай жан-жақтарын ғана оқтаумен басып шығасыздар. Содан соң ғана ортаңғы бөлігін 5-ші рет толықтай ұзына қарай басып жайып алатын боласыздар. Енді қамырды осы кезде көбірек ұн сеуіп жүрсеңіздер болады. Қамырларыңыз тезірек жайылу үшін осылай ұн себе отырып, оқтауға орап жайып аласыздар. Қамыр кішкентай кезінде ортаңғы бөлігіне оқтаумен басып жая берсеңіздер. Егер үлкейген кезде қамырларыңыз қалың болып кетеді дейтін болсаңыздар, кішкене қамыр осылай орташа көлемге енгеннен бастап, екі шетін дәл осылай қайырып, ортасын басып жайсаңыздар болады. Сонда қамырдың шеті жайылу барысында қалың болып кетпейді. Сондықтан қамырды қаттылау илесеңіздер, қамырларыңыз юбка сияқты болып шашырап кетпейді. Теп-тегіс өзінің формасын ұстап, осылай әдемі жайылатын болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай мен қамырдың шеткі бөліктерін баса отырып, қолдың ебімен ғана басасыздар, арасына ұн себе отырып, қамырды жайып аласыздар. Сіздерге тағы да бір лайфхак, осындай қамырды екіге бүктеп алып, осы кезде ұн себесіздер. Ортасына содан соң қолдың көмегімен ортасынан бастап жаясыздар. Сонда қамырларыңыз шеткі жақтары қамырдың жұқаратын болады. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Қамырларыңыздың шеті қалың болмайды, теп-тегіс әдем болып жайылатын болады. Енді қолдың күшімен қатты күш салмаңыздар. Осылай оқтаудың жай дөңгелекте отырып жайып аласыздар. Және де қамырды осылай оқтауға орау барысында тығыздап, ауа қалмайтындай етіп жақсылап орасаңыздар, сіздердің қамырларыңыз жақсы дөңгелек болып жайылады. Дәл осы қамырдан манты, ханым, бешбармақ, сонымен қатар түрлі штрудель және кеспе тағамдарын жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, езілмейді, жыртылмайды, осы әдемі күйінде формасын ұстап шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды осылай дөп дөңгелек жұп-жұқа етіп жайып алдым. Соңғы жағында күшті салмай оқтаудың шетіне ғана ұстап осылай жайып аласыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай әдемілеп жайып алдым. Осылай теп-тегіс болып шығады. Дұрыс илеу керек, қаттылау етіп, және жаю барысында шет жақтарын қалың қылмау керек. Жаңағы мен айтып өткен әдіс бойынша жасасаңыздар, қамырларыңыз теп-тегіс дөп дөңгелек болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, және де сіздерге ұнайды деген ойдамын. Біраз қамырды жая берсеңіздер, осылай қолдарыңыз үйреніп әдемі қамыр шығара аласыздар. Міндетті түрде осы рецептпен, осы әдіспен қамыр жайып көріңіздер. Баршаңызға пайдалы болсын. Міндетті түрде дәмді тағам жасап отбасыларыңызды қуанта беріңіздер. Сіздерге ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий басып жіберулеріңізді өтінемін. Назарларыңызға үлкен рахмет.